Саламатсыздар ма? 5-ші сабақты бастайық. 5-ші сабақ бойынша біздің тақырыбымыз бөлінгіштік белгілер. Сонымен бірінші теоремамен танысайық. Егер натурал санның цифрлардың қосындысы 3-ке немесе 9-ға бөлінсе, ғана бұл сан 3-ке немесе 9-ға бөлінеді. Так, бұны қалай дәлелдейміз? Так, 3 таңбалы сан үшін дәлелдей салайық. Негізі жалпы түрде дәлелдеу ол тура солай болып табылады. Ұқсас мысалы бізге 3 таңбалы ABC деген сан берілсін. ABC саны ол А көбейту Б көбейту С емес, ол 3 таңбалы сан. Сондықтан үстіне осындай сызықша қойылады. Сонда бұл санды разрядтап қалай жазуға болады? Бізде жүздіктердің саны А-ға тең болып тұр, ондықтардың саны Б-ға тең, разрядтап жазу деп аталады. Және бірліктердің саны С бірлік бар. Сонда бұны бұлай деп жазуға болады. 99А қосылған 9Б және қосылған екінші жақшаға А қосылған Б қосылған С деп жазайық. Сонда көріп отырғанымыздай, бізде бірінші жақша 99 бен 9 олар 9-ға бөлінеді. Яғни бірінші жақша бізде 9-ға бөлінеді. Демек, егер А қосылған Б қосылған С цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе, онда ABC саны да 9-ға бөлінеді деген сөз. Ал егер мынау А қосылған Б қосылған С бөлінбесе, 9-ға бөлінбесе, онда ABC саны 9-ға бөлінбейді. Жалпы цифрлардың қосындысын белгілеудің өзінің несі бар. Мысалы А деген сан берілсе, қандайда, немесе N деген натурал сан берілсе, онда цифрлардың қосындысы ол SN болып табылады. Түсінікті, мысалы кез келген санды алып қарайтын болсақ, мысалы 17, мына жерде 171 деген сан. Онда S171 бізде цифрлардың қосындысы 9. 1 қосылған 7 қосылған 1. Яғни 9 болып тұр. 9 деген сан 9-ға бөлінеді. Демек 171 ол да 9-ға бөлінеді. Так, келесі теорема. Егер натурал санның соңғы цифры жұп болса ғана бұл сан 2-ке бөлінеді. Бұл да түсінікті, яғни тек жұп сандар ғана 2-ке бөлінетіні. Бұны дәлелдеудің де қажет жоқ, жалпы түсінікті. ABC кез келген сан болса, яғни соңғы цифры жұп болса, себебі бұл жерде бұлай деп түсіндіре салайық. Мысалы 100А қосылған 10B қосылған С. 10B, 100А бұлар 2-ке бөлініп тұр, 10 мен 100 2-ке бөлінеді. Яғни С 2-ке бөлінсе, яғни ол жұп цифр болса 0, 2, 4, 6, 8 деген сияқты. Онда бұл сан 2-ке бөлінеді. Так, келесі. Егер натурал санның соңғы цифры 0 немесе 5 болса, бұл сан 5-ке бөлінеді. Бұл да түсінікті, яғни қайтадан жазып қояйық. Мысалы 100А, 10B, бұлар 5-ке бөлінеді. 100 да 5-ке бөлінеді, 10 да 5-ке бөлінеді. Демек, соңғы цифры С 5-ке бөлінсе, яғни ол С тең 0 болуы мүмкін, немесе С тең 5 болуы мүмкін. Яғни 0 деген кез келген санға бөлінеді. Онда біздің сан 5-ке бөлінеді. Так, келесі теоремаға көшейік. Егер натурал санның соңғы 2 цифрларынан құралған 2 таңбалы сан 4-ке бөлінсе ғана, бұл сан 4-ке бөлінеді. Так, бұл жерде енді 4 таңбалы сан қарастырып көрейік, кішкене анығырақ түсінікті болу үшін. Мысалы ABCD деген 4 таңбалы санды алайық. Сонда бізде мыңдықтардың саны А-ға тең 1000А, жүздіктер Б болады, ондықтар С болады. Және қосылған D бірлік. Көріп отқанымыздай бізде 1000 4-ке бөлінеді. Және 100 ол да 4-ке бөлінеді. Сонда бізде соңғы сан 10-сы қосылғанды осы 4-ке бөлінсе ғана бізде ABCD саны 4-ке бөлінеді. Яғни бұл 10-сы қосылған D дегеніміз ол CD деген 2 таңбалы сан деген сөз. Соңғысы. Егер бұл 4-ке бөлінсе, онда біздің 4 таңбалы санымыз немесе 5 таңбалы 4-ке бөлінеді. Яғни соңғы 2 цифрын қарау керек, яғни соңғы 2 цифрынан құралған 2 таңбалы осы санды қарау керек. Егер ол 4-ке бөлінсе, онда санымыз 4-ке бөлінеді. Так, 8-ге бөліну үшін соңғы 3 цифрынан құралған 3 таңбалы санды қарастыруымыз қажет. Мысал үшін ABCD E үлкенірек сан алайық, 5 таңбалы. Бұл жерде 10 мыңдықтар саны А болып тұр, мыңдықтар саны Б. Мыңдықтар саны. Біз білеміз, 10 мың саны 4-ке бөлінеді, себебі 8-ге бөлінеді, яғни 10 мың дегеніміз, ол
10-ның 4 дәрежесі, яғни ол 5-дің 4 дәрежесі көбейту 2-ның 4 дәрежесі. 2-ның 4 дәрежесі бізде 16, ол бөлінеді. 10-ның кубы 1000, ол да бөлінеді, яғни 5-дің кубы көбейтілген 2-ның кубы. 2-ның кубы бізде 8-ге тең, яғни бұлар бізде 8-ге бөлінеді. Ал ары қарай 100-цы, 10-ды қосылған е. Бұлар 8-ге бөлінсе, бөліну да мүмкін, бөлінбеу де мүмкін. Яғни бұл бізде С, Д, Е деген 3 таңбалы сан соңғы. Егер бұл 8-ге бөлінсе, онда біздің мынау санымыз 8-ге бөлінеді. Яғни бұл жағдайда бізге соңғы 3 цифрын қарау керек. Соңғы 3 цифрынан құралған 3 таңбалы сан. Осы сан 8-ге бөліну қажет. Сәйкесінше 16 болса, мысалы соңғы 4 санын қарауға болады. Яғни 16-ға бөлінетін ең кіші сан ол 10.000. Разрядта 10.000. Так. Келесі теорема 11-ге бөлінгіштік қасиет. Егер натурал санның тақ орындарына жазылған цифрлардың қосындысы және жұп орындарға жазылған цифрлардың қосындыларының айырмалары. Айырмасы 11-ге бөлінсе ғана бұл сан 11-ге бөлінеді. Так, бұны дәлелдейік. Мысалы, үшін 6 таңбалы сан үшін алып қарастырайық. А, Б, С, Д, Е, Ф деген. Бұл бізде неге тең? Так. 6 таңбалы емес, 4 таңбалы санды қарастырайық. 6 таңбалы қазір. 6 таңбалы үшін де тура солай. Бірінші 4 таңбалы үшін қарастырып көрейік. Так, қарайық. Бізде мыңдықтар саны А-ға тең. Яғни 1000А қосылған 100Б қосылған 10С қосылған Д. Енді осылардан 11-ге бөлінетін сандарды бөліп алайық. Так, 1000 1001. Так, 1001 бізде бөліне ме? 1001. Так, ұмытып қалып тұрмын қазір. Тез-тез есептей салайық. 1001 11-ге бөліне ме, бөлінбей ме? Так, 9-дан берсек 99 1 1. Я, мынау бөлінеді бізге. 1001 бізге бөлінеді, 99 болады. Сонда бұлай деп аламыз. 1001А азайту А деп алайық, я? 100 бізде 11-ге бөлінбейді, бірақ 99 бөлінеді. 99Б қосылған Б деп алайық. 10 бөлінбейді, бірақ 11 бөлінеді. 10-сыны 11-цы азайту С деп алайық, және қосылған Д. Енді 11-ге бөлінетін сандарды бөлек жазып алайық. Міне, 1001А бізде 11-ге бөлінеді. Бір жақшаға аламыз. Қосылған, міне, мынау 99Б бөлінеді 11-ге. Қосылған 11-цы бөлінеді 11-ге. Ары қарай не қалды бізде? Так, ары қарай Б қосылған Д-ны жазайық. Және азайту, мына жерде минус А және минус С. Оны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, минусты. Сонда А қосу С болады. Так, бұдан не көріп тұрмыз? Мынау жақша бізде 11-ге бөлініп тұр. Яғни бізде бүкіл санымыз, яғни А, Б, С-ді санымыз 11-ге бөліну үшін Б қосылған Д мен А қосылған С-ның айырмасы 11-ге бөліну керек. Түсінікті, я? Б мен Д деген ол жұп орында тұрған сандар, А мен С тақ орында тұрған сандар. Яғни айырмашылығы жоқ. А плюс С-дан Б плюс Д-ны азайтсақ та, теріс сан шықса да, әйтеуір айырмасы 11-ге бөліну керек. Яғни айырмасы 0-ге тең болуы мүмкін. 11-ге бөлінетін, мысалы, кез келген санды алып қарайтын болсақ, мысалы 11, 55. Мына 11-ге бөлінеді. Себебі тақ орында тұрған 6-ға тең, жұп орында тұрған 6-ға тең. 6 азайту 6 ол 0-ге тең, 0 бізде 11-ге бөлінеді. Яғни сол сияқты кез келген сандарды қарастыруға болады. 6 таңбалы болсын, 5 таңбалы болсын. Мысалы үшін 1, 5, 8 болсын, я? Бұл тақ орында тұрған сандар. Қосындысы қаншаға тең бізде? 14-ге тең, я? Мына жерде 2 мен 3 болсын. Так, 2 мен 3 емес, 14-тен қаншаны азайтамыз? 14-тен 3-ті азайтсақ 11 болады, я? Так, онда мына жерге 1 деп қойайық. 3-тің орнына. Так, 3-тің орнына 1 деп жазып қойайық. Мысалы, мынау сан 11-ге бөлінеді. Неліктен? Ой, мен қайтадан 3 деп жазып қойдым. Так, неліктен бөлінеді? Себебі, жұп орында тұрған цифрлардың қосындысы 2 қосу 1 3-ке тең. Тақ орында тұрғандар 1 қосу 5 қосу 8, ол 14-ке тең. 14-тен 3-ті азайтсақ, ол 11 болады. Яғни 11 11-ге бөлінеді. Яғни мынау сан бізде 11-ге бөлінеді. Так, и тағы да бір теореманы қарастырып кетейік. Бұл алғашқы 3-ке және 9-ға бөлінгіштік қасиетке байланысты.
Кез келген натурал саннан оның цифрларын қосындысын азайтса, нәтижесі 3-ке бөлінеді. Түсінікті, я? Яғни, қарап өтейік ең бірінші теоремаға. Қарайық, мысалы, бізде ABC деген сан бар. Сол саннан цифрларының қосындысын азайтсақ. Так, соны жазып қойайық. Бұл өте маңызды теорема, мен енді өзім жақшаға жазып қойдым, өте қажетті теорема деп. Себебі көп есептерде, олимпиада есептерінде бұл қолданылады. Кез келген саннан, қайтадан 3 таңбалы санды қарастырайық, ABC деген сан. Осыдан соның цифрларын азайтсақ, А қосылған Б қосылған С-ны. Онда біз көріп тұрмыз, яғни 100А қосылған 10Б қосылған С. Егер осыдан цифрларын азайтатын болсақ, қосындысын А, Б, С-ны азайтатын болсақ, онда бізде 99А қосылған 9Б шығады. Бұл бізде 3-ке 9-ға бөлінеді, екеуіне де. 3-ке де 9-ға да бөлінеді. Яғни, егер бізге n деген натурал сан берілсе, онда осы натурал санның цифрларын қосындысын, яғни sn-ді азайтсақ, онда бұл айырма бізде 3-ке немесе 9-ға міндетті түрде бөлінеді. Яғни олардың қалдықтары бірдей болады. Ал қалдықтары бірдей болса, онда айырмалары бөлінеді 3-ке. Так, енді есептерге көшейік. Бірінші есеп. Алмас дәптеріне осындай сан жазды, Бұл сан 3-ке 9-ға бөліну үшін жұлдызшаның орнына қандай цифрды жазу қажет? Так, бізде қандай сан? Яғни 6, 5, 3, 4, 9, сосын бір жұлдызша тұр. Сосын 0, 7, 12. Енді 9-ға 3-ке бөлінгіштік қасиетті біз білеміз. Так, мына цифрларын қосындысын есептейік. Егер мынау санды біз А деп белгілесек, онда бұның цифрларының қосындысы неге тең? 6 қосу 5, қосу 3, қосу 4. Так, бәрін жазып шығайық. 6 қосылған 5, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 9, қосылған, мұна жұлдызшаны x деп белгілеп қояйық. X қосылған 7, қосылған 0, қосылған 7, қосылған 1, қосылған 2. Так, қосындысы 37-ге тең болып тұр. 37 қосылған x. Мұна SA дегеніміз, яғни цифрлардың қосындысы бізде 37 қосылған x. Так, А жағдайын шешу керек бізге 3-ке бөліну үшін. 37 қосылған x қай жағдайда 3-ке бөлінеді? Онда ол қосындысы 3-ке бөліну керек, Енді мына жерде оңай табуға болады. Сонда x-ның орнында бізде 2 болуы мүмкін. Яғни 37-ның қалдығы 1. Онда бізге 3-ке бөлгенде қалдығы 2 болатын сандар қою керек. Яғни 2, 5 немесе 8. X дегеніміз цифр, яғни ол 9 бен 0-ның арасындағы қандай да бір цифр. Осы 3 қана нұсқа бар. Ал егер B жағдайын қарастыратын болсақ, онда 37 қосылған x 9-ға бөліну үшін мынау қосынды жалғыз ғана мүмкін нұсқасы бар, ол x-тен 8 болған кезде, яғни 37 қосу 8, 45. 45 бізде 9-ға бөлінеді. Так, келесі есеп. Бірден 9-ға дейінгі цифрларды жазып шықсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, осындай сан шығады. Бұл жай сан ба, құрама сан ба? Егер бұл санның цифрларын орнына ауыстырсақ, жауап өзгере ме? Енді бұл да қарапайым есеп, Бізде бірден 9-ға дейінгі цифрлардың барлығын қосатын болсақ, 45 шығады. 45, яғни цифрлардың қосындысы 45 бізде 9-ға бөлінеді. Және цифрлардың орнын ауыстырсақ та, олардың қосындысы өзгермейді ғой. Әрқашан 45 болып қала береді, яғни бұл құрама сан болып қала береді, яғни бұл жай сан емес. Келесі. 3, 2, 5, 61, 698. Бұл сан 12-ке бөліне ме дейді? Бұл есепті 4-ке 3-ке бөлінгіштік қасиет бойынша дәлелдеңіз. Так, қарайық. 4-ке бөлінгіштік қасиет бойынша, соңғы 2 цифрынан құралған сан бөлінсе, онда ол сан 4-ке бөлінеді. Бірақ бізде соңғы 2 цифры 98 болып тұр, ал 98 4-ке бөлінбейді. 98 4-ке бөлінбейді. Демек, мынау сан бізде 4-ке бөлінбейді. Егер бұл санды мен А деп белгілеп қойсам, А деген сан 4-ке бөлінбейді. Ал 12 4-ке бөлінеді. Бұдан шығатын қорытынды А 12-ке де бөлінбейді. Түсінікті ғой енді. Ол 4-ке бөлінбесе, 12-ке тем более бөлінбейді ол. Себебі 12-ның құрамында 4 бар. Енді 3-ке бөлінгіштік қасиет бойынша қарастыратын болсақ, бізде цифрлардың қосындысы қаншаға тең мына жерде? 3 қосылған 2, қосылған 5,
қосылған 6, қосылған 1, қосылған 6, қосылған 9, қосылған 8. Так, цифрлардың қосындысын есептеп жіберейік. Мына жерде 5, 5, 10 болады. Так, мына жерде 12, 13. Мына жерде 17, я? 40-қа тең. Енді 40 бізде 3-ке бөлінбейді ғой. 40 3-ке бөлінбейді. Ал 12 дегеніміз 3 көбейту 4. 3 көбейту 4. Яғни 3-ке бөлініп тұрған жоқ, значит, мынау сан 12-ке бөлінбейді. Яғни 4-ке бөлінгіштік қасиетпен де дәлелдеуге болады, 3-ке бөлінгіштік қасиет бойынша олай да дәлелдеуге болады. Келесі есеп, 4-ші. Асқар мен Мақпал тақтаға 6 таңбалы санды кезектесіп жазып отыр дейді. Әуелі Асқар бірінші цифрды, сосын Мақпал екінші цифрды жазады. Так, Мақпалдың мақсаты нәтижесінде 3-ке бөлінетін сан алу, ал Асқар оны болдырмауға тырысады. Сонда қарсыласым жүрісіне қарамастан жеңіске жете алатын ойыншыны табыңыз. Сонымен қараңыз, бұл жерде екінші ойыншы әрқашан жеңіске жетеді, оны дәлелдеу өте оңай. Яғни қандай да сан жазбаса, мысалы Асқар, мысалы бірінші цифрды 3 деп жазса, бұл 3-ке бөлініп тұр. Мақпал 3-ке бөлінетін сан жаза салады қасына. Мысалы 0-ді жазса болады, 3-ді жазса болады, 6-ны жазса болады, 9-ды жазса болады. Мысалы ол Асқар өз кезегінде мысалы 5-ті жазса, Мақпал қасына қосындысы 3-ке бөлінетін санды жазады. Мысалы 5 қасына 1 жазып қояды, қосындысы 6. Немесе 5 4 деп жазып қоя алады. Түсінікті, иә? Немесе 5 7 деп жазып қоюға болады. Қосындысы 12 мысалы. Немесе 5 так, болды. Осындай нұсқа. Түсінікті, яғни ол әрқашан цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетіндей қылып әрқашан жасай алады, иә? Яғни, мысалы, 2 десе, 1 деп жаза салуға болады. Немесе 4 деп жазса, 5 деп жаза салуға болады. Яғни, нәтижесінде барлық цифрлардың қосындысы бізде 3-ке бөлінетіндей екінші ойыншы әрқашан жеңіске жете алады. Яғни, 3-ке бөлінетін санды жасай алады деген сөз. Так, келесі 5-ші есеп. Цифрлар елінде 9 қала бар дейді. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осындай 9 қала. Егер 2 қаланың цифрлары 3-ке бөлінетін 2 таңбалы санды құраса, онда осы қалалар әуе қатынаспен қосылған дейді. 1 қаласынан 9 қаласына дейін жетуге бола ма дейді. Так, түсінікті, яғни мысалы 2 қала болса, мысалы 2, мысалы мына жерде 4, мына жерде 5 болса. Онда 2 мен 4 арасын жалғауға болады, иә, әуе қатынасымен. Себебі 2-де 4, 24-де 42-де 3-ке бөлінеді ғой. Яғни цифрлардың қосындысы 6. А мысалы 2 мен 5 жалғанбайды. Себебі олардың цифрлардың қосындысы 7-ге тең. Я, 2 қосылған 5 ол 7, яғни ол 3-ке бөлінбейді. 25-де 3-ке бөлінбейді, 52-де 3-ке бөлінбейді. Сондықтан 2 мен 5 жалғанбайды. Так, біз мына жерде мынандай нәрсені түсіне салуымызға болады. Мысалы 9 деген қала. Қай қаламен жалғанады? Цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Ол 3-пен жалғаналады тек қана. Және 6-мен ғана жалғаналады. Я, 6 өз кезегінде тек 3-пен ғана жалғанады. Себебі 9-ға басқа санды қоссаң, ол 9 өзі 3-ке бөлінеді, яғни оған қосылатын сан ол да 3-ке бөліну керек. Ал бізге 3-ке бөлінетін 2 сан бар. Түсінікті, бұлар бірмен ешқалай жалған алмайды. Бір саны, мысалы, 3-пен де 6-мен де никак жалғанбайды. Сондықтан 1 қаласынан 9 қаласына дейін жетуге болмайды. Жауабы жоқ. Яғни бұл 3 қала осылай бөлек болып тұрады. Бөлек үшеуі ғана бір-бірімен жалғанып тұрады. Так, келесі 6-ші есеп. Сейфті ашу үшін екіліктер мен үштіктерден тұратын 7 таңбалы код енгізу қажет. Егер код 12-ке бөлінсе, және екіліктер саны үштіктер санынан көп болса, онда сейф ашылады дейді. Сейфті ашатын кодты табыңыз. Так, яғни сейф бізде 7, код бізде 7 таңбадан тұрады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, осында 7 үй ашық жасап қояйық. Және оларға тек қана екіліктер мен үштіктер ғана жазылу керек, және ол 12-ке бөліну керек. Так, бұл жерде қандай вариант? Және екіліктер саны үштіктер санынан көп болу керек, кемінде 4 екілік болу керек. Так, ол 12-ке бөліну керек. Сан 12-ке бөліну үшін соңғы 2 цифрынан құралған 2 таңбалы сан 12-ке бөліну керек. 4-ке бөліну керек. Себебі 12 ол 4-ке бөліну керек, первый очередь. Ол қандай сан? 2-мен, мысалы 22 4-ке бөлінбейді, 33 бөлінбейді. Жалғыз ғана нұсқа ол 32.
Яғни бізде ең соңында 3 пен 2 тұру керек. Яғни сол кезде ол 4-ке бөлінеді. Енді ол 3-ке де бөліну керек. Ал 3-ке бөліну үшін бізге цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну қажет. Так, енді қараймыз. Бізде минимум 4-2 болу керек, Міне. Разница жоқ оларды қай жерге қойсақ та. Минимум 4-2 болу керек. Сонда екіліктердің саны қанша болып тұр? 8 болып тұр қосындысы. Ал мыналар 3-ке бөлініп тұр. 8 3-ке бөлінбейді. Яғни екілер бізде 3-ке бөліну керек. 2 көбейту x деген сан 3-ке бөліну керек. X-тің орнында ең кіші мәні ол 3 болады. Яғни екіліктердің саны 6 болу керек. Барлығы 2 болу керек қой, түсінікті, Себебі тексеріп көріңіз өздеріңіз. Себебі екіліктердің қосындысы. Так, мынандай вариант болуы мүмкін. Екіліктердің саны 6 емес, екіліктердің саны 3 болуы мүмкін. Но бірақ үштіктердің саны көп болып кетеді ол кезде. Үштіктер 4 болып кетеді да, екіліктер 2 болып кетеді. Сол үшін x бізде не 2 не 1 болады. То есть не 3 болады. В общем, түсініңіз, Шатасып кеттім ғой, не айтып отқанымды. Так, мына жерде қараңыз. Сонда бір ғана үштік болады. Себебі екіліктердің қосындысы 2 көбейту 6, 12. Сол сан ғана 3-ке бөлінеді. Екіліктер 6 болса, 3 болса, онда үштіктер саны көп болып кетеді. Сонда кодымыз осындай сан болады бізде. Бұл қандай сан бізде? 2.222.232 деген сан, осы код. Так, жақсы. Келесі, 7-ші есеп. Так, 72.000 бір нәрсе 40 деген сан. Осы сан 45-ке бөліну керек дейді. Барлық нұсқаларды табыңыз дейді. Так, 45 дегеніміз не? 45 дегеніміз ол 9 көбейту 5. 9 бен 5 өзара жай сандар. Яғни бұл сан 45-ке бөліну үшін ол бірінші кезекте 5-ке бөліну керек. Ал 5-ке бөлінетін екі жағдай бар, Соңғы цифрасы 0 немесе соңғы цифрасы 5. Яғни егер бізде 72.040 болып аяқталса, соңғы цифрасы 0. Так, бұл санды мен А деп белгілеп қояйын. Онда бұның цифрларын қосындысы не болып тұр бізде? 7 қосылған 2 қосылған x қосылған 4 қосылған 0. Так, бұл қосынды бізде 13-ке тең, 13-ке тең 13 қосылған x. Енді 13 қосылған x деген сан бізде 9-ға бөліну керек өз кезегінде. 45-ке бөліну үшін. Яғни 5-ке бөлініп тұр, енді 9-ға бөліну керек. Бұл жерде жалғыз ғана нұсқа, егер x бізде 5-ке тең болса, Яғни x-тің орнында 5, сонда 13 қосу 5, 18. Яғни бірінші жауап бізде 72.840 деген сан. Міне. Бұл сан 45-ке бөлінеді. Егер соңғы цифрасы 0 болса. Так, енді соңғы цифрасы 5 болуы мүмкін, Ол кезде де ол 5-ке бөлінетін болады. Сонда 72 және 45. Осылай аяқталуы мүмкін. Онда бұл санның цифрларының қосындысы 9-ға бөліну керек, Яғни 7 қосылған 2 қосылған x қосылған 4 қосылған 5. Так, көріп отқанымыздай 7 қосу 2 9, 4 қосу 5 9, яғни 18 қосылған x. 18 9-ға бөлініп тұр. Онда x та 9-ға бөліну керек. Яғни x-тің орнында екі нұсқа болу керек. x тең 0 болу мүмкін, немесе x тең 9-ның өзі болу мүмкін. Сонда бұл жерде екі сан шығады бізде. 72.045, яғни 0-ді қойсақ. Немесе 72.945. Так, көріп отырғанымыздай бұл жерде де екі вариант. Сонда барлығы 3 жауап бар. 72.840, 72.045, 72.945. Так, жарайды. Келесі есеп. 8. 4 тізбектес натурал сандардың көбейтіндісі 116-ға аяқталуы мүмкін бе дейді. 4 тізбектес сан, яғни n көбейтілген n плюс 1, көбейтілген n плюс 2, көбейтілген n плюс 3. 4 тізбектес санның ішінде міндетті түрде екеуі жұп болады, Мысалы, n жұп болса, онда n плюс 2 жұп. Немесе n плюс 1 жұп болса, онда n плюс 3 жұп. Разница жоқ. Ал екі тізбектес санды алатын болсақ, n және n плюс 2 екеуі де жұп болса, онда n неге тең? Онда n-нің орнына, мысалы, 2m деп жазуға болады, Сонда 2m көбейтілген 2m плюс 2. 2-ні егер жақшаның сыртына шығарып жіберсек, сонда 4m көбейтілген m плюс 1. Ал біз білетіндіктей, m және m плюс 1 екі тізбектес сан, олардың екеуінің біреуі міндетті түрде жұп болады. Яғни бұл көбейтіндіні мен 2t деп белгілей аламын. Сонда 4 көбейтілген 2t, 8-ті.
Яғни кез келген екі тізбекте жұп санның көбейтіндісі 8-ге бөлінеді. Ал мынау санның көбейтіндісі соңғы цифрлар 116 болу мүмкін ба деп сұрап тұр. Мүмкін емес, себебі 116 8-ге бөлінбейді бізде. 116 8-ге бөлінбейді. Түсінікті ол. 16 бөлінеді мысалы, ал 100 бөлінбейді. 100 қосу 16, 100 бөлінбейді, 16 бөлінеді. Сонда бұл бола алмайды. Осылай дәлелдейді, яғни бөлінгіштік қасиет бойынша. Яғни соңғы 3 цифр 8-ге бөліну қажет. Так, келесі 9-шы есеп. Кез келген әртүрлі 7 цифрдан 4-ке бөлінетін сан құрастыруға болатынын дәлелдеңіз дейді. Кез келген әртүрлі 7 цифр 4-ке бөлінетін сан құрастыруға болатынын дәлелдеңіз дейді. Так, 4-ке бөлінетін сан құрастыру үшін, мысалы бізде A, B, C, D, E, F, G деген, осындай 7 цифр берілген, әртүрлі, жетеуі де әртүрлі. Осылардан 4-ке бөлінетін сан құрастырсақ, мысалы, бізге самый главный оның соңғы 2 цифрынан құралған сан 4-ке бөлінсе жеткілікті. Онда ол сан 4-ке бөлінеді. Так, енді мына нәрсеге назар аударайық. Бізде барлығы 7 цифр бар, 7 цифр бар. Математикада жалпы 10 цифр бар ғой. 0-ден бастап 9-ға дейін. 10 цифр бар. Соның 5-еуі тақ, 5-еуі жұп. Енді бізде 7 цифр бар. 7 цифрдің ішінде ең көбі 5-еуі тақ, ең көбі 5-еуі тақ болуы мүмкін. Ең көбі 5 тақ цифр бар. Демек, кемінде бір жұп цифр бар деген сөз, яғни кемінде бір емес, 2 жұп цифр бар. 2 жұп цифр бар. Егер 2 жұп цифрдан 4-ке бөлінетін санды құрастыруға болатын болса, ондай цифрларды жақсы жұптар деп атайық, мысалы. Жақсы жұптар. Жақсы жұптар. Қандай? Мысалы, олардың барлығы мен қазір тізіп жазып шығайын. Жақсы жұптар ол маңдай болу мүмкін. 0 мен 2. 20 деген сан құрастыруға болады, 4-ке бөлінеді. 0 мен 4. 40 бөлінеді 4-ке, 60 бөлінеді 4-ке. 0 мен 6 жақсы жұп, 0 мен 8. 80 бөлінеді 4-ке. Так, жұптардың бәрін қарастырдық. Келесі 2 мен 4 мысалы. 24 деген сан құрастыруға болады, ол бөлінеді 4-ке. 2 мен 8. 28 бөлінеді 4-ке. 4 пен 6. 64 деген сан құрастыруға болады. 4 пен 8. 48 де 84 де 4-ке бөлінеді. Және 6 мен 8. Так, 68 немесе 68 4-ке бөлінеді. Міне, жақсы жұптар осы. Жалғыз ғана жаман жұп бар, яғни құрастыруға болмайтын. Жаман жұп деп жазып қояйық. Ол 2 мен 6. Яғни 26 да 4-ке бөлінбейді. Және 62 де 4-ке бөлінбейді. Ал енді қарайық. Егер бізде барлық 5 цифр тақ болса, қалған 2 цифр 2 мен 6 болса, онда осы тақ цифрлардың ішінде бір деген цифр бар ғой, обязательно, міндетті түрде. Онда 16 бөлінеді. Онда соңына 1 мен 6-ны қоя саламыз. Ал егер бұл цифрлардың ішінде 7 цифрдің арасында осы 2 мен 6-дан бөлек тағы да бір жұп цифр бар болса, онда біз бір жақсы жұп құрастыра саламыз деген сөз, Себебі жаман жұп осы ғана. Кез келген басқа үшінші бір жұп цифрды алсақ, онда біз жақсы жұп құрастыра аламыз деген сөз. Себебі жаман жұп біреу ғана. Түсінікті, Так, осындай қызықты есеп. Келесі 10-шы есеп. Қандай да бір санды оның цифрларының қосындысына көбейткенде нәтижесі 4704 болуы мүмкін ба дейді. Қандай да бір санды оның цифрларының қосындысына көбейтсе. Яғни бізде қандай да бір А деген сан бар. Осы А деген санды, осы санның цифрларының көбейтіндісіне көбейтсек, бізде 4704 болуы мүмкін бе дейді. Енді бұл жерде мынандай нәрсені просто қарау керек. Мынау сан бізде 3-ке бөлінеді, Себебі 4 қосу 7, қосу 0, қосу 4, ол 15 кетен. Ол 15 кетен, 15 3-ке бөлінеді. Демек бізде А саны 3-ке бөлінеді.
Олай болса, оның цифрларының қосындысы да 3-ке бөлінеді. Ал егер 3-ке бөлінетін екі санды көбейтсек, онда оның көбейтіндісі 9-ға бөлінеді ғой. Мысалы, А-ны 3m деп алсақ, ал мынау SA-ны 3n деп алсақ, онда олардың көбейтіндісі 9mn. Онда олардың көбейтіндісі 9-ға бөліну керек. Бірақ мынау сан 4704 9-ға бөлінбейді. Себебі 15 деген сан 9-ға бөлінбейді. Демек, есептің жауабы қандай? Есептің жауабы мүмкін емес. Яғни, қандай да бір санға оның цифрларын қосындысын көбейтсе, нәтижесі 4704 бола алмайды. Себебі ол 3-ке бөлінеді, ал 9-ға бөлінбейді. Так, келесі 11-ші есеп. 100 нөлдік, 100 бірлік және 100 екілікпен жазылатын сан квадрат сан болуы мүмкін бе дейді. Квадрат сан болуы мүмкін бе дейді. Түсінікті, бізде 300 таңбалы қандай да бір сан, 300 таңбалы сан, мысалы, бірліктер бар ішінде, қандай да бір тәртіппен, нөлдер бар, екіліктер бар. В общем, осындай 300 таңбалы сан. 300 таңбалы сан. Так, бұл санды біз егер x деп белгілесек, мысалы, онда осы санның цифрларының қосындысы неге тең? Жүздіктер қанша өзі? Бірліктер 100 штук қой, яғни 100 болады. Екіліктер ол да 100 штук. 200. Так, нөлдіктер ол 0-ге тең, сонда 300. Яғни бұл сан қаншаға бөлініп тұр? 3-ке бөлініп тұр. Бірақ 300 деген сан қаншаға бөлінбейді? 9-ға бөлінбейді. Демек, біздің санымыз x деген сан 3-ке бөлінеді, бірақ 9-ға бөлінбейді. Ол не деген сөз? Ол сан квадрат бола алмайды деген сөз. Себебі егер қандай да бір А-ның квадраты 3-ке бөлінсе, онда А да 3-ке бөлінеді деген сөз ғой. Егер сан 3-ке бөлінбесе, оның квадраты 3-ке бөлінбейді. Демек, А-ның өзі 3-ке бөлінеді. Ал егер А 3-ке бөлінсе, онда оның квадраты 9-ға бөліну керек. Ал мынау сан бізде 3-ке бөлінеді, бірақ 9-ға бөлінбейді, сондықтан квадрат сан бола алмайды. Так, келесі 12-ші есеп. Компьютер экранында 141 саны жазылған дейді. Әр секунд сайын компьютер жазылып отырған санға осы санның цифрларының көбейтіндісін қосып немесе азайтып отырады, және нәтижесін берілген санның орнына жазады. Экранда бір кезде 141 саны қайтадан пайда болуы мүмкін ба деп сұрап тұр. Так, қарайық. 141 саны цифрларының қосындысы неге тең? S141 цифрларының қосындысы бізде көбейтіндісі деп тұр, цифрларының көбейтіндісі. Цифрларының көбейтіндісі. Онда S емес, P деп жазып қояқшы. Так. P деп жазып қояқ, көбейтінді. 141. Ол 4-ке тең, яғни 1 көбейту 4, көбейту 1 4-ке тең. Сонда 141 деген санға біз 4-ті қоссақ, бізде қандай сан шығады? 145 деген сан шығады. Ал 4-ті азайтсақ, бізде 137 деген сан шығады. Енді қараңыз, 145 деген санның цифрларын көбейтіндісі 20-ға тең, яғни құрамында 5 бар ғой. Яғни енді бізде әр қашан құрамында 5 болатын сан шығады. Яғни 5-ке бөлінетін, яғни 0 немесе 5. Түсінікті, мысалы, цифрлар қосындысы 20-ға тең ғой. Көбейтіндісі 4 көбейту 5 көбейту 1 20. Яғни одан не 165 шығады, не 125 шығады. Яғни 20-ны қосамыз, немесе азайтамыз. Сонда әр қашан бізде соңғы цифрасы 5 болады, немесе 0 болады. Яғни бұл жерде уже 1 деген сан шықпайды деген сөз. Болды, 5-ке бөлінетін сан шыға береді. Яғни 0-ге, немесе 5-ке аяқталатын сан шығады. Енді мынау жағдайды қарастырайық. Егер 137, бұның цифрларының көбейтіндісі 21-ге тең, 1 көбейту 3 көбейту 7, бұл 21 цифрларының көбейтіндісі. Так, 137-ге 21-ді қоссақ 158 шығады, ал 137-тен 21-ді азайтсақ 116. Бұдан қандай қорытынды шығады? Мына жерде жұп цифр бар ғой, мына жерде де жұп цифр бар. Демек, бізде әр қашан енді жұп цифр болады. Олардың көбейтіндісі жұп болады. 158-ге плюс-минус жұп санды азайтсақ, немесе қоссақ, немесе 116-ға плюс-минус жұп сан 6-ны азайтсақ, қоссақ, бізде әр қашан жұп сандар шығып отырады. Ал 141 бізде тақ сан, 141 ол тақ. Демек, есептің жауабы бізде 141 деген сан енді пайда болмайды деген сөз компьютердің экранында. Так, келесі 13-ші есепке ауысайық. Так, 35 факториал екені белгілі дейді. Осындай ұзақ сан. 35 факториал түсінікті, ол бірден 35-ке дейінгі барлық сандардың көбейтіндісі.
1 көбейту 3 көбейту 4 кете береді. Ең соңында 28, 29, 30. 35 екен ғой. 35. Я? Енді әрине ол үлкен сан шығады. Міне компьютер бойынша көмегімен есептелген кезде, міне ең ортасында мына жерде бір жерде жұлдызша тұр, көріп тұрсыз ғой. Осы жұлдызшаның орнындағы цифрды табыңыз дейді. Так, мен бұл есепті білемін қалай шығаратын, бірақ есептеген жоқпын. Өздеріңіз есептесеңіз болады. Просто бір нәрсені айтып өтейін, я. 35 факториал 9-ға бөлінеді ғой, ол түсінікті. Онда осы санның цифрларының қосындысы да 9-ға бөліну керек. Түсінікті, я. Ал бірақ мен мынаны есептеген жоқпын, просто мен есімде бар бұл есеп. 35 факториал 9-ға бөлін, мына жердегі жұлдызшаның орындағы сандардың барлығын есептеген кезде қалдығы 3 болып шығады мына жерде. Қалдығы 3 болып шығады. Яғни мынау сан, так, қалай жасақ болады? Мысалы, егер осының цифрларын қосындысын x деп белгілесек, осы x деген сан 9-ға бөлгенде, так, x қосылған y деп айтайықшы. Мына белгісіз сан y болсын бізде. Мына y болсын. Сонда x қосылған y, так, қарасайшы, x қосылған y, ол 9-ға бөлгенде 9k қосылған 3 деген қалдық береді. Ал бірақ x қосылған y, ол бөлінеді ғой 9-ға, себебі 35 факториал 9-ға бөлінеді. Демек, мынау y дегеніміз ол 6 болу керек. Так, y-сіз, яғни мынау жұлдызшасыз есептегенде қалдық 3-ке тең болады. Так, оны просто есептей салыңыз біреуіңіз. Қосып, компьютермен қосып, калькулятормен есептеп шықсақ ма сандардың барлығын. Онда бізге 9-ға бөлген кезде қалдығы 3 болатын сан шығады. Но бірақ 35 факториал 9-ға бөлінеді, сондықтан мына жұлдызшаның орнында, в общем, y-ның орнында 6 тұру керек. Түсінікті ғой? Себебі толығу керек та ол 3-пен толығу керек, сонда қосындысы 9-ға бөліну керек. Яғни y-ның орнында жалғыз ғана нұсқа ол 6 болады. Так, сонымен келесі 14-ші есеп. Көріп отқандарыңызда есептер жалпы қатты қиын емес. Енді бұдан қиын есептер де бар. Оларды алдағы уақыттарда міндетті түрде қарастырамыз. Осы бірнеше тақырыпты аяқтап болғаннан кейін бізде практикумдар болады. Ол жерде әртүрлі есептерді қарастыратын боламыз. Әзірше қарапайым есептерден бастап отырмыз. Так, сонымен 14-ші есеп. 10-ның 2002 дәрежесі қосылған 8 саны 9-ға бөліне ме дейді. Так, бұл жерде де есеп қарапайым. 9-ға бөлінгіштік қасиет бойынша қарастыратын болсақ, яғни, мысалы 10-ның 1 дәрежесінен бастайық, я? Қосылған 8, бұл қандай түрдегі сан? Бұл 18. 9-ға бөлінеді, я? 10-ның 2 дәрежесі қосылған 8. Бұл 108. Түсінікті ғой? Осылайынан кете береді, яғни 10-ның 2022 дәрежесі қосылған 8 деген сан, цифрлардың қосындысы, яғни мына жерден 0-дер кетеді. Яғни мынақта 2021 0 болады, я? Енді соңында 8. Бұл цифрлардың қосындысы, яғни, так, мынаны x деп белгілесек, цифрлардың қосындысы 9-ға тең, демек ол 9-ға бөлінеді. Жауабы иә бөлінеді. Келесі. Тек нөлдіктер мен бірліктердің көмегімен жазылатын және 45-ке бөлінетін ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Тек қана нөлдіктер және тек қана бірліктер. Так, егер бұл санды а деп белгілесек, және ол 45-ке бөлінсе. 45 дегеніміз 9 көбейту 5, демек ол 9-ға және 5-ке бөліну керек. Так, 5-ке бөліну үшін, оның соңғы цифры 0 болады, я? Себебі тек қана 0 мен 1-ді ғана пайдаланамыз. Және 9-ға бөліну үшін цифрлардың қосындысы 9-ға бөліну керек, себебі сондықтан мына жерде 9 бірлік жазамыз. Так, сонда осындай сан шығады, я, бізде. Так, мына жерден 1 өтір, мына жерден 1 өтір, 1 өтір. 1 миллиард 111 миллион 111 мың 110 деген сан. Осы 45-ке бөлінеді осы сан. Ең кіші сан. Нөлмен және бірліктермен жазылады. Так, келесі есеп. Дәлелдеңіз дейді. 1 көбейту 2 көбейту 3, қосылған 2 көбейту 3 көбейту 4, осылайынан кете береді. 98, 99, 100. Осы мынау санға тең болмайтын дәлелдеу керек.
Так, бұл жерде бір нәрсені түсінсек жеткілікті. Үш тізбектес санды көбейтсек, n плюс 1, n плюс 2. Үш тізбектес санның көбейтіндісі міндетті түрде үшке бөлінеді, иә? Себебі үшке бөлгенде қалдықтар қандай болады? Үш түрлі ғана қалдық бар: 0, 1 немесе 2. Яғни егер n-нің қалдығы 0 болса, онда ол үшке бөлініп тұр. Егер n-нің қалдығы 1 болса, онда n плюс 1-нің қалдығы 2 болады, n плюс 2-нің қалдығы 0 болады. Сол сияқты. Демек, үш тізбектес санның көбейтіндісі әрқашан үшке бөлінеді. Яғни мынау да үшке бөлінеді, мынау да үшке бөлінеді, барлық қосылғыштар үшке бөлінеді. Демек, олардың қосындысы үшке бөліну керек. Ал 1989, 1989, так, бұл қандай сан? 1988. Бұл бізде үшке бөлінбеу керек. Олай болса. Так, мынаның қосындысы 10. Так, мынаның қосындысы 10 болып тұр, 20. Так, 8, 8, 8, 24. Сонда қанша болады? 20, қосу 24, қосылған 9, е? Так, 3, 8 бізде 24, е? Яқты 9 бар. Сонда көріп отқанымыздай 9 үшке бөлінеді, 24 үшке бөлінеді, ал 20 үшке бөлінбейді, демек қосындысы үшке бөлінбейді. Болды, осымен дәлелдейміз. Осылай. Төртінші есеп. Бауыржан тақтаға екі санның көбейтіндісін жазды дейді. Сосын бірдей цифрларды бірдей, ал әртүрлі цифрларды әртүрлі әріптермен алмастырды. Нәтижесінде мынадай жазу пайда болды. АБ көбейтілген АБ көбейту ВГ тен ДЕ деген сан шықты, я? Так, бұл жерде әртүрлі цифр, әртүрлі әріп, яғни А мен Б тең емес бір-біріне. А мен Б. Кириллицамен жазылған екен. А мен Б тең емес, В мен Г тең емес. Так, 11-ге бөлінгішті қасиет бойынша қараңыздар. Мынау сан бізде 11-ге бөлініп тұр ғой. Д, Е. Себебі тақ орындағы цифрлардың қосындысы Д плюс Е болып тұр. Жұп орында және тақ орындарда тоже D плюс Е. Яғни D плюс Е азайтамыз D плюс Е. Но 0-ге тең. Яғни ол 11-ге бөлінеді деген сөз. Себебі 0 бізде 11-ге бөлінеді. Яғни мынау бізде 11-ге бөлінеді. Ал екі таңбалы сан қай кезде 11-ге бөлінеді? Тек қана екеуі де бірдей болса, я? Мысалы 11, 22, 33 деген сияқты кете береді 99-ға дейін. Ал бізде А мен Б тең емес қой. А мен Б бір-біріне тең емес, В мен Г тең емес. Сондықтан мынау екі сан, АБ деген сан, ВГ деген сан 11-ге бөлінбейді. Яғни олардың көбейтіндісі де 11-ге бөлінбейді. Так, бұл жерде 11-ге бөлінгішті қасиет бойынша қате жіберіп қойғанын дәлелдедік. Так, 19-ші есеп. Тақтада 10 тізбектес сан жазылған. Олардың біреуін өшіріп тастағанда қалған сандардың қосындысы 2002-ге тең болып шықты дейді. Тақтада қандай сандар қалды? Так, 10 тізбектес сан. 10 тізбектес сан болса, осы сандардың ішіндегі ең кішкентайын x деп жазайық. Так, бұған ұқсас есеппен шығарғам өткенде. Осы YouTube-қа салғам. X, онда келесі сан x плюс 1 болады. Так, одан кейінгі сан x плюс 2 болады. Осылайынан кете береді. 10 сан бізде, я? Сонда соңғысы x плюс 9. X плюс 9, я? Так, бұл бізде қаншаға тең? Так, осылардан қандай да бір санды біз алып тастаймыз, я? Яғни x плюс y деген санды алып тастаймыз. Бұл жерде y бізде қандай да бір цифра. 0 болу мүмкін, 0-ден 9-ға дейін. Осын алып тастаған кезде бір санды бізде 2002 шықты. 2002 шықты. Так, бізде x-тар мына жерде қанша рет? 10 рет, және мына x-ті азайтамыз, сонда 9x болады. Мына жерде 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қосып шықса 45 болады. 9x қосылған 45, азайтылған y, азайтылған y 2002. Так, бұдан бізде не шығып тұр? Бұнда 9x, так, 9x тең болады. 2002-ден 45-ті азайтсақ, 1957. 1957 қосылған y. Так, болды. Мына жерде көріп отқанымыздай 1957. Так, 9x 9-ға бөлінеді ғой. 1957 цифрларын қосындысы 22, 9-ға бөлінбейді. Ну, 3-ке бөлінеді бірақ. 1957. Так, мынау 9-ға бөліну керек. 1957 қосылған y.
1957 3-ке бөлінбейді. Так, 1957 бізде цифрлардың қосындысы 22 болып тұр, иә? 22 3 қалдық беріп тұр. Значит, y 6-ға тең болу керек. Түсінікті, иә? Міне жаңағы алдыңғы айтып кеткен нәрсе осы. 1957 цифрлардың қосындысы 22-ке тең, ал 22 9-ға бөлгенде 3 қалдық береді, иә? Яғни 22 деген ол 18 қосылған 3 деген сөз. 18 бөлінеді, 3 бөлінбейді 9-ға. Яғни қалдығы 3. Онда y бізде қараңыз 0 мен 9-ның арасындағы қандай да бір цифра ғой. Яғни ол толықтыру керек 9-ға дейін, бөлінетін санға дейін. Яғни y бізде 6-ға тең болады. Y бізде 6-ға тең. Сонда біз не жерде y-дің орнына 6-ны қоямыз. Сонда 9x тең 1957-ге 6-ны қосақ 1963 болады, сонда. Так, қалай? Шатасып кеттім. Y 22. Қалдығы 4 екен ғой. Туф, мен кәдімгідей шатасып кеттім ғой жерде. 22 деген 18 қосы 4 қой үш емес. Иә, дұрыс. Не үшін дұрыс болмай қалды деп. Так, онда y тең 5 болады бізде. Y тең 5, онда 1962. Так, кішкене қателесіп кеттім. Так, осыдан x дегеніміз 1962-ні 9-ға бөлсек, бізде 218 болады. X тен 218. Так, болды. Мұна сонда 218 деген сан. Келесі 219. Так, 218-ге 5-ті қоссақ 223. Сонда 223 деген саннан басқа қалған сандардың барлығы бар ғой мына жерде. Так, 218-ге 9-ды қоссақ 217. 227. Ең соңғысы 227. Сонда 218-ден 227-ге дейін барлығы